Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәметкен. Бүгін жасалу жолы тез және жеңіл шырша пирогын дайындаймыз. Жаңа жылдық дастарханға пісіріп көріңіз. Дәмі өте тәтті болып шығады. Видео рецепт соңына дейін қарап, достарыңызбен бөлісіп, менің YouTube каналыма тіркеліп кетуге ұмытпаңыз. Бірінші қамырын дайындаймыз. Ол үшін бізге жылы су керек болады. Жылы судан 3 ас қасықтай бөлек ыдысқа құйып аламыз. 1 шай қасық қант, дрожжи салып араластырамыз. 10 минутқа жылы жерге қоямыз. Мінеке 10 минут уақытымыз өтті. Ұнға 1 шай қасық тұз қосып араластырып, жылы су құйып, қалған суды құйып қамыр илейміз. 1 ас қасық күнбағыс май қосып, жылы жерге 1 сағатқа қамырымызды қоямыз. Қарай салмасын дайындаймыз. Қызып тұрған табаға күнбағыс май, пияз салып қуырамыз. Туралған капустаны салып, шамалы су қосып, 1 ас қасық томатный паста салып араластырамыз. Қақпағын жауып 2 минуттай қуырамыз. Тартылған ет, дәміне қарай тұз, бұрыш салып, дайын болғанша дейін пісіреміз. Піскен соң міндетті түрде бөлек ыдысқа салып, толығымен суытып аламыз. Пергамент қағазына ұн себіп, қамырды жаямыз. Қамырдың бетіне саусақтың көмегімен 3 бұрышты қылып, яғни шырша тәрізді қылып, сызып аламыз. Суған салманы салып шығамыз. Қамырды жолақтарға кесіп, шеттерін видеодағыдай орап аламыз. Жұмыртқаның сары уысына сүт қосып, араластырып, пирогтың бетіне жағып шығамыз. Өз қалауыңыз бойынша кунжут себуіңізге болады. Содан соң противенге қойып, 180 градуста қызып тұрған пешке 35 минутқа қоямыз. Шырша пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша пісіріп көріңіздер. Өте тәтті болып шығады. Видео рецепті соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Және де видео рецепт сіздерге ұнаған болса, достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәметкен.